Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы лексикография, сөздіктермен жұмыс. Сабағымыздың мақсаты сөздік түрлеріне тоқталып, түсіндірме, аударма, синоним сөздіктері мәлімет алу, сөздік қорды молайта отырып, өз ойымызды жеткізе білу. Лексикология сөздік түзудің теориясы мен тәжірибесін зерттейтін тіл білімінің саласы. Сөздіктердің ғылыми әдістемесін жасайды. Сөздіктің теориялық мәселелері теоретикалық лексикологияда қарастырылады. Ол лексикология теориясы мен лексикология тарихына бөлінеді. Лексикология теориясы сөздіктер типологиясын, оның макроқұрылымын және де микроқұрылымын зерттейді. Лексикология тарихы сөздіктер мен лексикография тұжырымдамалар тарихы және лексикология мәселелерін шешу тарихы болып бөлінеді. Тәжірибелік лексикологияға тілді қалыпқа түсіру мен оны үйрету, тіларалық қатынас, лексикология, сөз жасам, стилистика, тіл тарихы бойынша деректер жинау мен өңдеу жатады. Қазіргі лексикология теориясы лексиканы белгілі бір жүйеде түсіндіреді, сөздердің лексика-семантикалық құрылымын көрсетіп, олардың мағынасын диалектикалық тұрғыда қарастырады. Ғалым Ахановтың бөлуі бойынша сөздіктер сөздердің шығу тегі мен олардың семантикалық дамуы туралы мағлұмат беретін сөздіктерді этимологиялық және тарихи сөздік деп бөлген. Қазіргі тілдердегі сөздердің мағыналарын түсіндіріп, олардың қолданылуы жайлы мағлұмат беретін сөздіктерді түсіндірме, аударма, терминологиялық, диалектологиялық, фразеологиялық, синонимдер сөздігі деп бөлген. Сөздердің дыбыстық құрылысы мен олардың жазылу туралы мәлімет беретін сөздіктер олардың қатарына фонетикалық, орфографиялық сөздік болып бөлген. Заттар мен құбылыстардың ұғымдарын айқындап түсіндіретін сөздіктер бұлардың қатарына энциклопедиялық сөздік, иллюстративтік сөздік болып жіктелген. Сөздік түрлеріне тоқталатын болсақ, орфографиялық сөздік дегеніміз емленің ережелері мен қағидаларына негізделіп, сөздердің қалай жазылуы дұрыс болатындығын көрсету үшін жасалады. Түсіндірме сөздік әдеби тілдің сөз байлығымен таныстырып, ондағы сөздердің мағыналарын талдап, түсіндіруді мақсат етеді. Аударма сөздік бұл сөздіктің екі түрі бар. Оның бірі шет тілдегі сөздерді ана тіліне аударып береді де, екіншісінде керісінше ана тіліндегі сөздерді шет тілге аударылып беріледі. Енді мәтінді түсініп оқып, орыс тіліне аудару, яғни тапсырмалар орындаймыз. Сөздік жасаудың әдістемесі мен техникасын үйрететін ғылымды лексикография дейміз. Қазақ тіл біліміндегі сөздіктердің түрлері аударма сөздіктер, терминологиялық, орфографиялық, түсіндірме, диалектологиялық, синонимдік, абай тілінің сөздігі және тағы да басқа. Міне осы мәтінді сөздікті пайдалана отырып, орыс тіліне аудару. Келесі тапсырма семантикалық картамен жұмыс. Берілген сөздерді керекті бағанға қойып, плюс қойып шығамыз. Қосу таңбасын, яғни мысалға сіздерде ұлыма деген сөз, бұл табу сөз. Ұлыма қасқырды, яғни ұлыма деп атаған. Және де тура сол сияқты мылқау деген сөз қай бағанға жатады, сол жерге плюстарды қойып белгілеп шығамыз. Мақал-мәтелдердің жалғасын табыңыз, яғни мақалдарды жалғастырып жазып шығамыз. Өнер алды, тіл тас жарады, піл көтермегенді деген сияқты мақалдарымызды жалғастырып жазамыз. Келесі тапсырма сәйкестендіріңіз. Лексика салаларын сәйкестендіру. Яғни емле, оның жазылуы, лексикология, семасиология, этимология, фразеология, тағы да басқа емле түрлерін
сәйкес келетін жауапты сәйкестендіріп жазып шығамыз. Берілген мәліметтермен танысып, яғни біз жоғарыда мәліметтермен таныстық, сол мәліметтерді пайдалана отырып, түсіндірме және аударма сөздіктерінің айырмашылықтарын Вен диаграммасы арқылы салыстырып жазамыз. Келесіде балалар бізде тапсырма сөз жұмбақ шешу. Сөз жұмбақты шешіп, жазып, шешуін жазамыз. Ой қозғау, сұрақ жауап. Бұл сұрақ жауапқа жауап жазамыз. Қандай сөздік түрлерін білесіңдер? Түсіндірме сөздік туралы не білеміз? Аударма сөздік жайлы не айта аласыз? Сөздіктермен жұмыс істеу үшін біздің кітапханада қандай жағдайлар жасалған? Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылау үшін тест сұрақтарына жауап жазамыз. Дұрыс жауапты белгілейміз. Үйге тапсырма. Бірінші, сөздіктің қажеттілігі тақырыбына кластер құрастырамыз. Сөздіктің қажеттілігі. Екінші тапсырма. Орфографиялық сөздіктің маңыздылығын жазамыз. Және де үшінші, диалектологиялық, абай тілінің сөздігі, синонимдік сөздіктерінің анықтамаларын жазыңыз. Осы тапсырмаларды орындаймыз.